Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Бауыржан қызы Айым. Мен Ушинский атындағы орта мектебі 8 А сынып оқушысымын. Менің бүгінгі қорғайтын жобам туған өлке бағыты бойынша виртуалды саяхат, Қазақстанның қызыл кітабына енген жануарлары мен өсімдіктері туралы 3D SketchUp жобасында қорғаймын. Бірінші біз қарастыратынымыз бұлар арқарлар. Ең бірінші бұл бізде Алтай арқары. Алтай арқары 19 ғасырдың басында Алтай тауларында пайда болған, бірақ та 19 ғасырдың 70 жылдарына қарай олар жойыла бастады. Қазіргі таңда Қазақстанның күршім жағында және де бұқтырма су жағында кең таралған. Олар 8 және 3000 биіктікте мекендей алады. Олардың шоқтығының ұзындығы 125 сантиметрді құрайды, ал мүйізінің ұзындығы 129 сантиметрге дейін жетеді. Келесі бұл бізде Тянь-Шань арқары. Тянь-Шань арқары қос мүйізді тұқымдас. Олар Тянь-Шань, Шу, Іле, Жетісу жақтарда көп кеңінен таралған. Олар 2000 және 4000 метрлік биіктікте өмір сүре алады. Қыс айларында кең далалы жоталарда мекендесе, жаз айларында ең үстіңгі биіктікте өмір сүре алады. Келесі бұл бізде Қазақстан арқары. Қазақстан арқары Сарыарқада және де Тарбағатайда кеңінен таралған. Олардың дене тұрқы 150 және 200 сантиметрді құрайды, ал салмағы 200 килограмм. Олар үйір-үйірмен топтасып жүреді. Келесі бұл бізде Үстірт арқары. Үстірт арқары Маңғыстау облысында ғана таралған. Олар үйір-үйірмен біріктесіп жүреді. Және де олардың қожасының салмағы 160. Олар негізінен 70 және де 40 килограммды құрайды. Келесі бұл бізде жалман. Жалман тек бетпақ далада өмір сүреді. Оның денесінің ұзындығы 75-95 миллиметрді құрайды. Ал құйрығының ұзындығы 77 миллиметрге дейін барады. Салмағы 21-24 граммды құрайды. Олардың күннен күнге азаюына байланысты Қазақстанда қазіргі таңда 40 дана басы ғана қалған. Олар тек қана жәндіктермен қоректенеді. Оларға су керек емес, өйткені олардың жеген азығынан суы жетеді. Азаюына байланысты олар осы қызыл кітапқа енген жануар. Келесі бұл бізде енді қызғалдақтар. Қызғалдақтар негізі Қазақстанда кеңінен таралған. Қызғалдақтар кеңінен таралған. Олардың қазіргі таңда 32 түрі бар. Олардың мен жобаға алған қызғалдақтардың ішінде ең бірінші қызғалдақ ол Байшуық қызғалдағы. Олар Торғай, Арал өңірлерінде таралған. Келесі екінші Грейг қызғалдағы. Ол Ақсу жабағалы қорығында Қаратауда таралған. Келесі Альберт қызғалдағы Балқаш Алакөл ойысында, Тянь-Шань тауында, Ілешу тауларында өседі. Келесі бұл бізде Шренк қызғалдағы. Ол Қазақстанның барлық жерінде таралған. Келесі бұл бізде рауғашы, Алтай рауғашы. Алтай рауғашы Алтайда кеңінен таралған. Қазіргі таңда одан емдік қасиеті бар тосаптарда жасайды. Олардың ұзындығы 1 метрді құрайды, биіктігі. Олардың азаюына байланысты олар Қазақстанның қызыл кітабына енген. Бұл қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер. Егер де осылай жойылып бара жатса, біз оларға жойылмауына себеп болуымыз керек. Және де Қазақстанның жан-жануарлардың өсімдіктерін сақтап, бірге қорғайық.